Арма қазағым, бұл бейнеде тағы да бір ұят нәрсе туралы айтып кеткім келеді. Біздің қазақ мектептегі оқулықтарымызды, тарихқа қатысты оқулықтарымызды әлгі уақытқа дейін орыстың өрескел қателерін қайталап жазады ғой. Білмеймін, анау баспадағы редакторлар, қазақ редакторлары қайыққа қарап отыратыны, олардың үстерінен қарап отыратын министрлер қайыққа не қылатынын, қарайтындарын, оқулықтарды тексеретін министрлер не үшін қайда қарап отырсыңдар, қай көздеріңмен қарап отырсыңдар, өздерің қазақсыңдар ма? Не деген ұят нәрсе мына орыстың қатесін қайталау. Қазақ оқулықтарда Генрих, Георг, Карл, Вильгельм, Иоанн, Яков деп жазу. Бірде-бір елде, бірде-бір ұлтта орыстан басқасы ағылшын, француз патша корольдіктерінің олай аттарын атамайды. Тек сорлы қазақ қана соның барлығын орыстың қателігін бір алтындай көріп, соның барлығын қайталап өзінің оқулықтарына енгіздіріп жатсыңдар. Сендер 30 жылдан бері оны істеп жүргендерің, жұмыстарың осы. Қалай сендер қазақ тілге, қазақ елге, қазақ ұлтына қызмет жасап жүрсіңдер? Мәскеудің агентурасындарсыңдар ма сонда? Қалай енді ойлансаңдаршы өздерің, я? Мына Ханзада Чарльз неше жыл бойы Ханзада Чарльз болып келді. Шешесі қайтыс болған кезде, таққа отырған кезде, ол бір сәтте сонда король Карл болып кете ма? Сонда сендердің түсініктерің бойынша Чарльз болып келді та, сонда бір уақытта король Чарльз болып кете ма? Қалай ол? Ағылшын тілінде сол қалды ғой Чарльз деген атымен. Кинг Чарльз деп атайды барлық жерлерде де. Тек қазақ пен орыс оны Карл деп атап не қылады. Бұл не сайқы мазақ? Кім үшін сендер жандарыңды беріп, кім үшін қызмет жасап отырсыңдар? Осыны оқулықтарды өзгерту керек. Мазақ ете бермеңдер қазақты, қазақ тілді. Ұяттарың, абыройларың бар ма сендердің? Абырой бар ма сендерде? Абырой бар болса, олай жазбаңдар. Генрих емес, Хенри болады. Георг емес, Джордж болады. Карл емес, Чарльз. Вильгельм емес, Уильям. Иоанн емес, Джон. Яков емес, Джеймс болады. Білмесеңдер, ең болғанда ана Google Translate сендер үшін, сендер сияқтыларға ойлап тауып қойды. Аман болыңдар.